Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Ал бүгін менің каналымда осындай жылдам дайындалатын тауықтың етімен және де жұмыртқаның құймағынан жасалатын осындай дәмді кешкі ас немесе түскі ас десем де болады. Осындай сочный болып шығатын тауықтың етінен жылдам дайындалатын өте дәмді тағам. Достар, егер де осы видеоны көріп отырсаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп каналымды қолдап қоюға ұмытпаңыздар. Өте қуанышты боламын. Сіздерге осындай әрдайым дәмді тағамдардың рецептерін салып тұрамын. Енді бізге бұл рулетті жасау үшін ең алдымен тауықтың құймағын жасау керек. Енді осындай 4 үлкен жұмыртқаны алып, ішіне бір ас қасықтай сүт құйып, және де дәміне қарай тұзын қосып жасалып араластырамыз. Жұмыртқамыз дайындағанша біз табамызды қыздырып қоюымыз қажет. Осылай жасап араластырып аламыз. Егер де жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 5-6 қоссаңыздар да болады. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қанша істемесеңіздер, сонша жұмыртқа қосасыздар. Енді бұл көлемде менде 4 блендер шығады құймақ. 4 үлкен жұмыртқадан. Енді осылай қызып тұрған блендердің табасы болса тіпті жақсы болады, өйткені тегіс болып шығады біздің құймағымыз. Осылай қызып тұрған табамызға сұйық майымызды жағып, жұмыртқаларымызды пісіріп аламыз. 4 үлкен жұмыртқадан мен 4 құймақ шықты. Егер көптеу істеймін десеңіздер, жұмыртқаны тағы да қоссаңыздар болады. Тек сүтті қатты көп қоспайсыздар, бір ас қасықтан көп қоспаңыздар. Осылай екінші жағы қызарған кезде аударып, барлығын осындай әдіспен пісіріп аламыз. Достар, міне біздің құймақтарымыз дайын болды. 4 құймақ, 4 жұмыртқадан. Енді ішіне саласын салмасын дайындаймыз. Ол үшін осындай тауықтың тартылған еті қажет болады. Енді осы тауықтың үстіне дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Дәмдеуіштерде мен бүгін тұз, бұрыш және де кептірілген ас көк, сосын тауықтың дәмдеуішін қостым. Өзіме ұнайтын дәмдеуіштер қалаларыңыз бойынша әртүрлі қоссаңыздар болады. Барлығын қосқаннан кейін осы етті жасылып араластырып дәмдеп қоямыз. Достар, бұл еттің көлемі менде 7 құймаққа жетті. Мен тағы да үстіне 3 құймақ істедім, өзімнің отбасыма жететіндей. Тым көп демеңіздер. Бұдан аздау алсаңыздар, сіздердің 4 құймақтарыңызға молынан жетеді. Енді достар, осының үстіне біздің тауықтың етінің үстіне жағатындай соус істеу керек. Осының соусқа 2 ас қасық қаймақ және де 2 ас қасық майонез қажет болады. Екеуін жасап араластырып қоямыз. Бұл біздің рулетіміз құрғақ болмау үшін үстіне осылай қаймақ пен майонез жағу қажет болады. Енді ортасына бізге салмасына осындай бір қызанақ қажет болады. Қызанақ болмаса, достар, ішіне тәтті бұрыш қоссаңыздар болады, немесе қияр қоссаңыздар болады. Бұл біздің рулеттеріміз құрғақ болмас үшін ортасына осындай көкөністер қосу қажет. Дәміне қарай осылай ұзынша етіп барлығын турап дайындап қоямын. Достар, міне біздің барлық салмалар дайын. Енді осылай құймағымызды даскамызға қойып, етіміз салып, құймағымызды рулетімізді жинай бастаймыз. Тым қалың қылмай, орташа қалыңдықта етіміз жағып аламыз. Достар, егер де тауықтың еті болмаса, жаңағы сиырдың еті болса, тартылған ет болса да бола береді. Енді үстіне осылай дайын болған соусымызды жағып, қызанағымызды қойып, және де мен бүгін күштен өткізген қатты ірімшікті қостым, яғни сырды. Ол ерекше дәм береді. Енді біздің рулетімізге болса қосыңыздар, болмаса ештеңе етпейді. Осылай өзің ғана жасай берсеңіздер болады. Осылай қолымызбен сеуіп, рулетімізді орап жинаймыз. Осы әдіспен барлық құймағымызды жинап шығамыз, және де духовкамызды қыздырып дайындап қоямыз. Міне 4-еуі дайын болды. Осыны қызып тұрған пешіме 200 градусқа біздің құймақтарымыз қызарғанша пісіремін. Достар, міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Осындай қызарып әдемі болып шықты. Ішіндегі салмасы барлығы толығымен піскен. Дәмі өте керемет болып шығады. Ішіндегі ірімшігі де, қызанағы да, яғни соусымыз барлығы біздің тауыққа өте керемет дәм беріп тұр.
осылай жасап көріңіздер. Енді бұл тауықтың ерекше дайындалу әдісі сіздерге осындай кешкі асқа идея болсын деп мен өзімнің пісірген осындай үрлетімді салып отырмын. Ұнап жатса осы видеоға лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар астына. Дайындап көріңіздер осы рецептпен. Және де менің каналымды қолдап жүруге ұмытпаңыздар. Ол үшін сіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар. Және де ұнап жатса осы рецепт, осы видеоны туғандарыңызбен, достарыңызбен бөліссеңіздер болады, достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.